120 жыл бұл Жетісу облысы Жаңаталап ауылындағы ұстаздар династиясының жалпы еңбек өтілі. Бүгінде Ерғосаевтар отбасының екінші буыны білім беру саласында қызмет етіп келеді. Бір әулеттен 6 бірдей мұғалім шыққан. Әулеттің үлкені Мырзабай Ерғосаев келер жылы 70-ке толады. Саналы ғұмырын ұстаздыққа арнаған. Жұбайы Күлімхан Мұхаммедқали қызымен бірге 2 ұл, 1 қыз тәрбиелеп өсірген. Перзенттерінің барлығы да мұғалімдікті таңдапты. Тіпті 2 келіні мен күйеу баласы да осы салада қызмет етеді. 42 жыл ұстаздық еткен Мырзабай Ерғосаев ауыл жастарын спортқа баулыған. Алматыға университетке түсіп, физкультура институтына түсіп, бітіріп, өз ауылыма қайтып келдім. Осы спортшалдың ішінен енді мен мыңдаған деп айтсам да көп болмайды. Оқушылар кетті. Осы жерге біз гимнастический матрас дейді, соны жайып тастап, балаларды күрестіріп сөйтетінбіз. Педагогтар отбасының кенжесі Бейбарыс Ерғосаев әке жолын жалғап спорт саласын таңдаған. Қазір Қаратал ауданындағы спорт кешенінің директор қызметін атқарады. Әрі ауыл балаларын футболдан жаттықтырады. Спорт саласын таңдауымызға әкеміз себепкер болды. Әкеміз бізге таңдауды үйретті, спортқа деген махаббатымызды ашты, спорттың не екенін түсіндірді. Мырзабай Ерғосаев өзі оқытқан шәкірттеріне де үлгі бола білген. Ауыл мектебінде 2 бірдей оқушысы, қазір мұғалім. Енді біздің ауыл спортына қосқан үлесі зор. Бұл кісінің еңбектері бәрімізді осындай спортқа деген құлшынысты көбейтті. Осы кісінің арқасында осындай жетістіктерге жетіп отырмыз. Ардагер ұстаз тек дене шынықтыру пәнінің мұғалім емес, ол даңқты спортшы, Азия чемпионы. 1978 жылы қазақ күресінен спорт шебері атағын Алматы облысында алғашқы болып иемденген жан. Бұл отбасы адамзат алдындағы ең жауапты жұмыстың жүгін арқалау оңай еместігін білет. Бүгінде игі іс атқарып, ауыл жастары үшін қазақша күреске арнап спорт ғимаратын тұрғызған. Ал келер жылы балабақша салуды жоспарлап отырмыз дейді Мырзабай Ерғосаев. Дамир Нұрмұхамед, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Жетісу облысынан.